Зейнетке ерте шығу мәселесі біраздан бері қозғалып келеді. Әсіресе әйел азаматшалардың зейнетке шығу жасын төмендету мәселесі бірнеше рет көтерілген болатын. Алдағы уақытта елімізде кейбір жұмысшылардың зейнетке шығу жасы төмендетілетін болады. Ол санатқа кімдер жатады? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны толық қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Қазір Қазақстанда кеншілерге зейнетке ерте 55 жаста шығуға мүмкіндік беретін заңнамалық өзгерістер енгізілуде. Бұл туралы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың Қарағанды облысына сапары барысында белгілі болды. Кеншілердің жұмыс жағдайымен танысып шыққан үкімет басы оларға барынша жағдай жасалатынын тілге тиек етті. Енді кеншілердің зейнет жасы 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап төмендетілетін болады. Ауыр еңбек жағдайында тер төгіп жүрген кеншілердің жұмысы расында бағалауға тұрарлық. Қарағанды облысындағы Қазақстан кенішіндегі орын алған апат салдары біраз шындықтың бетін ашып кетті. Қаншама жылдардан бері аянбай тер төгіп келе жатқан кеншілер өздерінің еңбектерінің бағаланғанын қалайды. Әрі зейнетке ерте шығу мәселесінің дер кезінде қолға алынған отырғанын құптайды. Бейнеттің зейнетін көрмек дұрыс деп есептейді.